түркілердің шығу тегіне қатысты негізінде ғалымдар арасында әртүрлі пікірлер бар. Орыс ғалымдарының зерттеулерін қарасақ болады, екі мұсылман ғалымдарының зерттегендерін қарасақ болады. Оның шығу тегіне қатысты мысалға Абылғазы Бахадыр хан деген кісі бар. 1600-лерде өмір сүрген бұл кісі. Осы кісінің Шәжәрәй түрк деген кітабы бар. Сол Шәжәрәй түркте ол кісі айтады, мен дейді, бұл жерде, бұл кітапта өзі хан болған, Хиуа хан болған уақытысында Абылғазы Бахадыр хан. Түркілердің тарихын айтып беремін дейді. Сол Абылғазы Бахадыр ханның дерегіне сүйенетін болсақ, ол кісі айтады, негізінде дейді, Нух пайғамбардың үш ұлы болған дейді. Хам, Сам, Яфас. Соның ішіндегі Яфастың түрк деген баласы болған дейді. Сол түрк баласынан түркілер не қылған дейді, тараған дейді. Мысалы, Яфас қайтыс болатын уақытысында Абылғазы Бахадыр ханның дерегі болды. Бүкіл ұлдарын жинап алды дейді, сөйтті айтты дейді, сендерге түрк патша болсын деп айтты дейді. Яғни сендерді билесін деп айтты дейді. Міне осылайша түркілердің былайша айтқан кезде шығу тарихын осылай басталғандығын кім айтады екен? Абылғазы Бахадыр хан айтады екен. Ал енді Құрбанғали Халиди бар, тарихшы, ол кісі үлкен ғалым. Негізінде бұл түркілер дейді, Яжуж, Мажуж деген бар, бәріміз. Осы Яжуж, Мажуж орта есеппен 22 тайпадан тұрады дейді. Сол 22 тайпаның 21 тайпасын Зүлқарнайн не қылып тастады дейді, Құранның ішіне кіргізіп тастады дейді. Соның ішіне бір тайпа қалып кетті, ол түркілер еді дейді. Ат-түрк, яғни матрук. Яғни сыртта қалып кетті деген сөз. Соны кейбір ғалымдар түсіндіргенде былай келтіреді, тарихшылардан, яғни ол түркілердің олай түрк болуының себебі, өйткені олар соғысқа кеткен дейді. Қарасаңыз, түркілер бұрыннан жауынгер халық қой негізі. Соғысқа кеткен дейді, Зүлқарнайн аналардың бәрін қоршап қойғаннан кейін ол сыртта қалып кетті дейді. Жоғықта болғандығы үшін. Міне осылайша бұл түркілердің шығу тарихы осылай басталды деп айтады. Ал енді Гумилев дегендер, білесіздер, Бартрд дегендер, ол кісілердің зерттеуі бойынша олар орта есеппен 490-дарда басталғандығын айтады. Орта Азияның аумағында өмір сүрген халыққа жалпы не айтып кетті дейді, түркі деген атау беріліп кетті дейді ол кісілер. Түркілердің атауы осы уақыттан басталды, осылай келді. Кейбір пікірлерде ғұндардың бір тайпасының бір бөлігі болды деген сияқты келтіреді түркілерге байланысты. Міне жалпы айтқан кезде түркілердің тарихына байланысты осындай әртүрлі көзқарастар, пікірлер бар екендігін айтуға болады екен иншалла.